әдебиет айдыны мен ән әлемінде өз қолтаңбасы бар қазақ өнеріне айтарлықтай үлес қосқан жанның бірі Бәкір Тәжібаев. Ол өзінің дарындылығын өнерге дарытып, туған халқына жемісті еңбек еткен жан. Ол өмірді, махаббатты, отанға деген сүйіспеншілікті жырлады. Ақын әрі сазгер ағамыз өмірінің соңғы кезеңдерінде бірнеше пьесалар жазып, жұртшылықтың тиісті бағасында алған жан. Оның еңбегі сан алуан, сан қырлы. Өнердің әр тармағын бір арнаға тоғыстырған Бәкір Тәжібаевтың еңбек жолы айқын болды. Өзі ақын, актер, композитор, әрі орындаушы. Бұл жай бір кездейсоқтық емес. Осылай сан қырлы болуына туған жердің де көп септігі бар ау. Алыс кетсем мен сені аңсап жүрем, сағыныштың сазымен ән сап жүрем туған жер. Ауылымның түтіні қымбатмаған елдерің құлдырақтаған туған жер. Ақтөбе облысы Байғайын ауданының Ақбұлақ деген ауылында туып өскен өнерпаздың шығармасы бұқара халықтың айтар әніне айналды. Сенің келіп жағаңа анам талай су алған, сенің келіп жағаңа әкем атын суарған. Айналайын Ақбұлақ, асыр салып жағаңда, сенен артық өлкені бұл әлемнен табан ба деп жырлаған Бәкең шабыттана түскендей еді. Мен енді о кісінің рұқсатынсыз 3-ші класс оқып жүрген кезде Қарағандыда Ақбұлақ әнімен ылғида үлкен мейрамдарда, жаңағы қандай мейрам болмасын, мына үлкен драм театрда, Сәкен Сейфуллин атындағы драм театрда мен сол кісінің Ақбұлақ әнін баянның сүйемелдеуімен, маған баянда сүйемелдейтін, мен бірақ сол Ақбұлақты айтатын, керемет қабылдайтын. Сонда осы Ақбұлақ әнін 3-ші класстан бастап айтып жүрмін дегенде, сонда Бәкір ағамыз, ой айналайын айтып берші деп, сол Ақтотының үйінде осы Ақбұлақты айтқызып, бір разы болған еді. Ол кезде мен домбырада ойнай алмаймын, бір жай дауыспен айтып бергем. Кейіннен енді мынау үлкен сахнада жүргеннен кейін, домбыраны қолға алып, домбыраны үйренгеннен кейін осы Бәкір ағамыздың Ақбұлағын домбыраға салып, концерттерді айтып жүрмін. Айдын көктен ғашық боп күндірлаған Ақбұлақ, сен болмасаң қыр-гөрі ашылмайды Ақбұлақ, саған деген құмарым басылмайдай Ақбұлақ. Бірде жазушы Қалмұқан Исабаев 60 жасқа толғанда Бәкір Тәжібаевты қасына ертіп Баянауылға барды. Ертеңгілік ауыл ақсақалдары Қалекеңе келіп сәлем беріп, намазымыздан қаламыз деп асығыс шығып кетеді. Артынша сол тобымен қайта оралады. Мына қасыңдағы жігіт Ақбұлақтың авторы екен ғой. Бәкір айналайын, бізге сол әніңді өз аузыңмен айтып берші деп отырып алады. Сөйтіп, ауыл ақсақалдары намаздарын жайына қалдырған екен. Міне, мұның барлығы бір Ақбұлақ әнінің өміршеңдігі. Шексіз жатқан жерімді сүйіп келіп жатасың, ойыңдағы аймарыңды екперіп жатасың. Тынбай есен бұламның атырабын Ақбұлақ, тұнығыңа ойымды батырабын Ақбұлақ. Әнсіз ешқандай халық болмайды. Әр халықтың өзінің әні бар, өзінің жыры бар, өзінің күйі бар. Әр қайсысы өзінің әнінің ұлттық бояуыменен, ұлттық нақшыменен айтатын дүниесі болғандықтан, әрбір әні, әрбір күйі сол халықтың болсын, жекелеген халықтан шыққан өнерпаз адамдардың болсын, еңбегі соның тарихы болып саналады. Алматыда театр сурет училищесінің киноактерлік бөлімінен білім алған Бәкір ағамыз кейіндері Жамбыл, Шымкент облыстық театрларында актерлік қызмет атқарды. Онда жыр жазып көзге түсе бастады. Бұған қоса түрлі аспаптарды ойнап қабілетін шыңдай түскен еді.
ән шырқау, ойнаған рөлдердегі кейіпкерлердің бейнесін ашатын тартымды істерге әбден жаттығып, өзінің шығармаларына жол ашты. Ол өте тез жазатын, шабытты болады сондай. Егерде бір кешке келіп біреу не берсе, заказ береді ғой, енді бәленше жазып бер деп. Таңатқанша жазып береді. Или таңертең келсе түске дейін жазып береді. Өлең жазып береді. Дайым өте тез жазады. Шабытты болады. Енді көбінесе үйде отырып жазатын ол енді неде. Арасында енді жаңағы жазушылар командировка жібереді. Командировка қайтады. Барған жеріне өлең шығарып келеді. Барлық жерге өлең шығарып келеді. Барлық өлеңдердің тарихы бар. Оның өлеңдердің көбісі, шығармалардың көбісі мен басып жүремін. Үйде машинка бар тұғын. Жұмыстан келем, сосын барлығын мен басып берем. Өлеңдерін де, пьесасын де, жаңағы әңгімелерін де барлығын мен басып, менің қолымнан өтіп барлығы да. Бір күні Ораза апай Бәкір ағамыз екеумізді шақырып алып, сендер екеулерің өлеңдерің жақсы екен, біраздан өз концерттік бағдарламаларына енгізді. Сендер маған бір ән жазып берсеңдер, тақырыбын мен берейін деді. Қандай тақырып? Осындай қазақтың бір жақсы сөзі бар, іңкәрімай деген. Іңкәрімай деген бір жақсы сөзі бар. Мен өзім соған керемет армандап жүрген әніме де осы екеулерін жазып бересіңдер. Мен ешқандай күмәнім жоқ. Міне жерде отырыңдар. Қазір мен өзім палауымды жасап берем, бірақ мына жерде отырып осы әнді жазасыңдар. Содан кейін үшеуміз отырдық. Сол жерде Бәкір ағамыз суырып салмақын еді ғой. Қолма-қол жазушы еді тексті. Сол жерде отырып Бәкір ағамыз Кәрімайдың сөзін жаза бастады. Бұл өмірде сен едің серік. Соны бастап кетті. Содан кейін біраз уақыттан кейін өлеңі пайда болды. Ораза апайда отырып жанында, мынаны бетсек деп сөйтіп отырғаннан кейін әйтеуір бір неше уақыттан кейін өлеңі пайда болғаннан кейін Ораза апай ризашылығын білдіріп, мынау жақсы болды, ал енді отыра тұрыңдар, мен барып палауымды дайындайын деп кухняға кетіп қалды. Содан кейін менің тексті көргеннен кейін айттым, Бәкір аға келіңізші, осы мен айтып көрейін деп. Бірден бардым да рояльға отырдым да айта бастадым. Бұл өмірде сен маған серік едің. Бірден кетті. Ән бірден кетті, бір енді 3-4 минуттың ішінде ән шыға келді. Бір уақытта просто жұбайына кухнядан жүгіріп келіп, ойбай мынау керемет екен ғой. Ойбай мынау керемет екен ғой деп, содан кейін шөліп, әлгі әнді айта бастады. Өнерпаз болсаң арқалан дегендей, әннің сөзімен ырғағын бір арнаға тоғыстырған Бәкір Тәжібаев 130-ға жуық өлең жазды. Оның қолтаңбасын паш ететін әсем саздар қаншама. Бір ғана Сейдолла Бәйтерековпен бірігіп жазған Әлия әнінің өзі ақын Тұма бұлағының көзін ашқандай. Меніңше Әлияда үлкен қаһарманға қойылған екі үлкен ескерткіш бар сияқты. Біріншісі осы Сейділда бауырымызбен Бәкірдің жазған өлмес әні. Екіншісі жақында ғана Ақтөбе қаласының орталығында тұрған Әлияға қойған ескерткіш. Майданнан бір сәт сейілге шыққан кезінде өзі тектес құрбыларды көріп, билей жөнелгісі келіп тұрған бақыт ақысынан саған балдырған қыздың мүсіні. Ендігі жерде қазақ қауымының жадында Әлия осы Бәкір Сейділда сомдаған қалыпта қалғандығының бір көрінісі осы ескерткіш бола қойды.
1978 жылы Абай атындағы опера және балет театрына әдебиет бөлімінің меңгерушісі болып келгенде, әуезді әндердің ырғағына шындап ден қоя бастаған. Алдымен композитор Еркеғали Рахмадиевпен шығармашылық одақ құрып, «Шалқи бер дала», «Жолдар жырлар», «Жан еркем», «Бұлбұл әні», «Ақтамақ», «Дал еркесі» сынды көптеген әндерді жарыққа шығарды. Қамар сұлу сияқты үлкен операның либреттосын жазды. Осы кезеңде махаббат символына айналған «Әдемі-ау» әні туындады. Бәкен екеуміз 70 жылдың басында Қарағанды облысына барып, Тоң филармониясында «Гәкку» деген ансамбль ұйымдастырдық. Үлкен программа салды. Сонда бір 25-30 әндей екеуміз жазып, жаңаша бір көріндік. Ар жағында «Тоқырауын толқындар» деген ансамбль болды Ақтоғай жағында. Міне сол сапарымызда мен жеңгелерім Дарикомен танысып едім. Алғашқы көруім еді сонда. Сонда Бәкен куәгер болған. Үшеуміз сол қаланы аралап, бұрын болмаған жерім еді. Сол бірге біраз уақыттар бірнеше сағат бірге жүргенбіз. Бәкен айтқан, мына осы келін болса дұрыс болады деуші еді марқұм. Сосын мен айтадым, мен бір ән жазайын, музыкасын. Бәкен, сіз сөзін жазасыз. Ол кісі де осы құба-құба бұл жағынан тез жылдам жазатын және бір жақсысы. Ойбай, онда әннің аты әдемі болсын. Келініміз болашақ әдемі екен деді. Сомен әдемі болып кетті. Бүкіл ел өзінің әдемілерін айтатындай халыққа кең тараған махаббат әніне айналды. Бұлбұл құс туған жерден гүл іздейді, күдерені құштарынан бір үзбейді. Келесің гүл боп еркем көз алдыма, өзіңді мен іздеме ikimiz дейді. Арна махаббаттың шырай керек, шын сүйген азабына шыдайды кім. Ән айттым арнап саған ұнайма деп, әдем-ау мені сүйсең мұңайма тек. Арманымның арай, ақын жаның жара, жастық шақтың сарау, әдем-ау өмірімнің жазы, көңілімнің сазы, қайда жүрсің әдем-ау. Бәкір Тәжібаев отырған ортасында әр жүрген жолдарында ақжарқы мінезімен сыйлы болды. Осындайда ойға түйгендерін қағаз бетіне түсіріп, бірнеше новелла жазды. Ең алдымен айтатынымыз Қараторғай жинағы. Одан кейінгісі біздің Роза очерк мен Сахна жұлдызы атты портреттер топтамасы. Бір сөзбен айтқанда Бәкең өнерді мейлінше жаны сүйді. Бәкір сол жыр базарында өзінің орнын тапты. Жанрын тапты. Ол ән жанрын бастап берушілердің бірі болды деп айтуға болады. Екінші себебі осы заманғы руханиятта, эстрада күшеюіне байланысты поэзияның кең таралуына музыканың ықпалы зор болды. Соны алдымен түсінген қазақтардың бірі болды. Сөйтіп өзінің қазақ мәдениетінде атын бекем қалдырды деп есептеймін. Адам егер өз айтқан сөздер әлі айтып жүретін болса, өзі сезіп жүрген сезімдерге адамдар әлі талқыланатын болса, онда өнерде де өмірде де өшпес із қалдырғаны меніңше Бәкір осындай ширек табысқа жеткен бақытты өнерпаз ғой деп ойлаймын. Қалай десек те, жұрты, сырттағы бауырлас елдер атын атап құрметтеп жатса, өнер адам үшін одан асқан бақыт бар ма? Бәкір Тәжібаев дәл сондай жанның бірі еді. Ардақты ел ағасының еңбектері, түрлі туындылары ел арасында азайтылмайды. Оның өмірдегі, өнердегі қажырлы істерін көзін көргендерден ғана естиміз, елейміз. Бәкір Тәжібаев келер ұрпақ өнерінің алтын діңгегі болып қала бермек.